Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге піскен еттен голубцы жасайтын боламыз. Ол үшін бізге капуста керек. Осылай капустаның ортасындағы керек емес жерлерін алып тастайтын боламыз. Және де осы капустамызды қайнап тұрған ыссы судың үстіне қоямыз. Капустаны осылай басқа жағына қаратып пісіреміз. Және де салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына жуа саламыз, етімізді саламыз піскен. Және де дәміне қарай бұрыш, тұз қоссаңыздар болады. Осылай капустамыз пісіп қалды. 30 минуттай піседі. Осылай піскен шеттерін алып отырамыз бір-бірлеп. Егер менің каналым сіздерге пайдалы, қызықты болса, каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Осылай капустаның шеттерін бір-бірлеп алып отырамыз. Себебі бәрін бірге салсақ, еріп кетуі мүмкін. Және де осылай бір-бірлеп алып, ішіне піскен етімізден жасалған фаршты салып, голубцыйымызды жасаймыз. Мен голубцыйды сковородкада бұқтыратын болғандықтан, осылай сковородканың астына жуа, морковь, помидор қуырып аламын бірінші. Содан кейін үстіне голубцыларды орналастырып, қақпағын жауып, примерно 20 минутқа бұқтырып аламыз. Мен осылай сковородкаға май құйып, жуаларды осылай орналастырдым. Морковьті да дөңгелек етіп турап, сіздер теркадан өткізсеңіздер де, соломка қылып турасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Маған осылай ыңғайлы болды. Осылай турадым. Және бір айта кететін жері, бұған су құймаймыз, себебі капустаның өзінің суы болады. Голубцыйымыз дайын болды, бәріңізге ас болсын. Жасап көріңіздер.